Теледидарды қашықтықтан басқаратын құрылғыны, яғни пультті сенсеңіз де, сенбесеңіз де өткен ғасырдың 60-шы жылдары қазақ азаматы ойлап тапқан. Ол кезде Ленинград сурет академиясының студенті Шәкен Ниязбек өнер табысымен айдай әлемге әйгілі болам деп ойламағанды. Көк байрағымыздың авторы Шәкен ағаның әлемдік жаңалығы 1964 жылы Чехословакияда өткен халықаралық байқауда бас жүлдеге ие болады. Қазақтың өнер табысы Ленинградтағы көрмеге де қойылады. Алайда таңсық бұйым ұрыларға жем болып кете барады. Қылмыскерлерді анықтау үшін мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері де жұмылады. Сөйтсе, қазақтың төл тумасына жиендік жасаған Жапония жансыздар екен. Өнер табысты ұрлап алған жапондықтар қылмыстың өтеуіне Шәкен ағаға 20 мың сом айыппұл төлейді. Салыстыру үшін айтсақ, ол тұста Волга көлігінің құны 4 мың сом болатын. Көлік демекші, 70-ші жылдары Волганың жаңа нұсқасын жасаушылардың қатарында да Шәкен Ниязбек болыпты.